Білім жан саулығын, спорт тән саулығын шыңдайды, ал екеуін қатар ұштастырған жан шын мықты. Шәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде Сергекбол атты спорттық іс-шара өтті. Биыл ғана оқуға түскен бірінші курс студенттерінің қандай спорт түріне икемі барын анықтап, салауатты белсенді өмір салтын ұстануды насихаттауға бағытталған дәстүрлі сайыс 8 спорт түрі бойынша ұйымдастырылды. Биыл Шәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетіне 1400-ге жуық студент оқуға түскен. Олар әртүрлі мамандық бойынша білім алғанымен спорттан да құралақан емес. Бірінші курс студенттер арасында 100-ге жуық спорт шебері мен спорт шеберлігіне үміткер бар екен. Бүгін олар оқу ордасы қабырғасында мықтылықтарын сынға салды. Еркін күреспен айналысқаныма 5-6 жылдай болды. Менің жетістіктерім 2 дүркін Қазақстан чемпионымын. Азиядан пятеркаға кірген. Осы бүгін жарыс болып жатыр біздің университетте. Осы жарысқа қатысқандарына бәріне сәттілік тілеймін. Қол күрештен бақ сынағым келіп тұр. Мұнда еркін күрес болмағаннан кейін басқа да спорт түрімен айналысып көргім келіп тұр. Сергекбол спорттық сайысы футбол, волейбол, баскетбол, үстел теннисі, қол күресі, шахмат, арқан тартыс, тоғызқұмалақ сынды 8 спорт түрі бойынша өтті. Үздіктер облыстық додаларда университет абыройын қорғайтын болады. Шарамыздың басты мақсаты университетіміздің студент жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру, оны насихаттау болып табылады. Сонымен қатар сол студент жастарға арасында спорт түрлерінен облысымыздың, өңіріміздің, республикамыздың деңгейінде өтетін спорттық жарыстарға іріктеу болып табылады. Байрақты бәсекелерде облыс намысын асқақтатып жүрген халықаралық волейбол ойындарының жеңімпазы Нұрдәулет Салжанов, еске кесуден әлем чемпионы Мария Бравкова халықаралық ареналарда мықтылығын дәлелдеген студенттер университеттің мақтаныштары.